Бәріңізге сәлем достар. Жақын арада стримнің үстінде бір подписчигіміз өзіне бір қатысты тақырып туралы видео түсіруді сұраған еді. Ол тақырып неде деп ойлайсыздар ғой? Ол тақырып диплом мен диссертацияның жалпы жазу мағынасы және маңыздылығы. Бұл сұрақты қойғанда жаныма қатты тиді десек қателеспейміз. Себебі мен де осыдан өзім өткен едім. Бакалаврды бітіргенде, магистратураны бітіргенде. Менің есімде бір жыл бұрын ғана магистратураны бітірген едім. Сол жолдан өттім. Мына 76 беттік диссертацияны жазу маған шыны керек өте қиынға түсті. 76 бет. Неше түрлі тексттар, графиктар, тағысын тағы. Бұған маған біраз ай кетті, біраз нервы кетті, біраз уақыт кеткен еді. Оның ішінде түзетулер бар. Жаңа адвайзердің артынан қуу, оформлениені дұрыстау, оформленияға қанша уақыт кетті. Соның жаңа бүкіл процестен кейін қорғап шықтым, 95 балдан жоғары алдым. Енді ол диссертация қайда дейсіздер ғой? Универда бір жерде шаң-шаң болып жатқан шығар. Бірде-бір жаңағыдай адам оны сұрамады, қай жерде ол керек, жұмысқа алып кел деген сияқты ешқандай да бір сұрақтар болған жоқ. Сонда бұны босқа жаздым ба деген өз-өзіме кезінде сұрақ қойған едім. Түсініп отқаныңыздай, бүгінгі видеода сол дипломдық және диссертациялық жұмыстар туралы болады. Яғни олардың маңыздылығы, олар бізге керек па, керек емес па, басқа елдермен салыстыруға тырысамыз. Кішігірім бүгінгі видеоның планы былай ғой, короче. Бірінші, біздің елдегі жағдайға қараймыз, басқа елдермен, басқа системалармен салыстырамыз, сосын жалпылама ойымды өзім айтамын. Және де видеоны бастамас бұрын бір кішігірім просьба болып тұр сіздерге. Давайте осы каналға 1000 подписчик жинайық. 1000 подписчик жиналса, монетизация қосылады, монетизация қосылса, менде жаңа видео жасауға деген мотивация үлкейеді. Егер осы тақырып сізге жақын болса, жазылуға ұмытпаңыздар. Бұл процесс сізден 1 секунд уақыт алады, ал маған үлкен көмек береді. Ал видеоны бастайық. Алдымен мына нәрсені айтып кетейін, я? Негізгі дипломның қандай вообще мақсаты бар? Нағыз мақсаты неде? Енді менің ойымша бұның 4 негізгі мақсаты бар. Бірінші ол ақпаратпен жұмыс жасауды үйрету. Яғни сен Google-дан ғана іздей қоймай, кітапханаға барып, өз тақырыбыңа қатысты, яғни ақпараттарды жинақтайсың. Содан кейін бар. Екінші мақсаты, сен оны анализ жасайсың. Ол сенің тақырыбыңа келе ме, келмей ме? Копировать ставить жасай қоймай, анализ жасап үйлестіресің да. Үшінші, яғни белгілі бір структура жасайсың. Яғни бүкіл жұмысыңды бір жерге жинайсың, жазасың, ыңғайластырасың деген сияқты. И соңында, соңғы процесс бұл сол жаңағыдай жазған жұмысыңды қорғау комиссияның алдында. Міне осындай Elden Ring'тағыдай финальный босс осылай болу керек. Яғни дипломдық жұмыс осылай аяқталу керек. Ал енді шын өмірге тоқталайық. Шын өмірде қалай болады? Міне осы нәрсе қазір мен айтайын деп жатқан студенттердің 90%-ында болатын жағдай. Менде де сондай жағдай болды. Ең бірінші нәрсе ол антиплагиат. Сен диссертациялық немесе дипломдық жұмыс жазу барысында сен ақпараттың қаншалықты маңыздылығын қарамайсың. Сен антиплагиатпен күресуді бастайсың. Яғни сен системаны алдауың керек. Сен көшіріп алғаныңды біліп қоймау керек. 80% оригинальность болу керек. Сондықтан сен неше түрлі қиналатын сәттерден өтесің. Оны искусственный интеллектқа лақтырасың. Оны синонимдер мен сөздерді ауыстырасың. Бұрын мынандай методика береді. Каждый сөзден кейін пробел қою керек. Андай білдіртпейтін пробел. Сонда антиплагиаттың жаңағыдай программасы байқамай қалады деген сияқты. Осындай сәттерден өтесің. Екінші нәрсе ол тақырыптар. Білмеймін, мен өзім жеке бірде-бір рет тақырыпты өзім таңдамаппын. Немесе менің группаластарымда тақырыпты өмір өздері таңдап көрген жоқ. Сіздің адвайзер қандай тақырып береді, сол тақырыпты сен жазуың керек. Яғни сен ешқашан жаңағыдай ойбай мен мына туралы жазғым келіп тұр деп көп жағдайда айта алмайсың. И сол берген тақырыптардың көбі мүлдем сенің жұмысыңа, болашақ немесе сенің мамандығыңа қатысты емес. Қайдағы жоқ бір тақырыптарды беріп қояды. Мысалы менің жағдайында қонақжайлылық туралы болған, ағылшындар мен қазақтардың арасындағы. Үшінші ең қиын нәрсе, үшінші саған диплом жазу барысында қиындық тудыратын нәрсе, ол госстандартқа сәйкес болу. Сенің оформленияң, сенің титулкаң, сенің жаңағыдай мына
қолданылған әдебиеттерің сәйкес болу керек. Сен дипломды жазумен алыспайсың. Сен осы госстандартқа үйлесу керек деген нәрсемен алысып бүкіл уақытыңды соған жоясың. Ал енді шет елдерде сонда қалай болады екен деген сұрақ келуі мүмкін. Мысалы, маған сондай сұрақ келді өзім диссертация жұмыс жазу барысында. Мен екі нәрсе бөлген едім. Оларда гибкость деген нәрсе бар және таңдау деген нәрсе бар. Ойлап қарашы, мысалы, бакалаврды алайық, немесе ағылшынша bachelor's degree дейік. Оларда примерно сол 4 жылдай оқиды. Және бакалавр бітірген жағдайда көптеген студенттер дипломдық жазу оларға міндетті емес. Мүлдем. Главный сөз, мына жерде басты сөз, міндетті емес. Оларға екі таңдау береді. Бірінші таңдау ол capstone project. Capstone project деген выпускной проект деп аталады. Бұл вообще бомба. Мен бұны оқығанда миым жарылып кетті ғой, шыны керек. Бұл тұрған практика. Бұны жеке адам жасамайды. Көп жағдайда командамен жасалынатын белгілі бір проект. Мысалы, сен инженерсің, болашақ. Сен отырып 80 бет диплом диссертация жазбайсың. Сен шын бір прототип құруың керек инженер ретінде. Мысалы, дрон болсын, болид болсын, үй болсын, действительно бір проект құруың керек. Немесе болашақ программист ретінде сен жұмыс жасайтын сервис, немесе жұмыс жасайтын приложение жазуың керек. Немесе маркетолог ретінде алайық, маркетологтар болашақ. Олар алады сол аймақтағы кішігірім бизнесті дамытады, белгілі бір деңгейге жеткізіп, соны яғни универге тапсыру керек. Қараңыздаршы, просто разница қайда? Біздер 80 беттік дипломдық жұмыс тапсырғаннан гөрі сенің действительно практикадан өткенің белгілі бір навык бар екен көрсететін кейс тапсырған жақсы емес пе? Жақсы, оны түсіндік. Екінші альтернатива, екінші таңдау ол honors thesis деп атады, немесе диплом. Ол не? Бұл өте қызықты жағдай. Саған сұрақ қойды, ғалым болғың келе ме? PhD-ға өткің келе ме? Магистратураға өткің келе ме? Сен дейсің, Тогда проблем жоқ, сен диссертация жазуың керек. Яғни сен өз еркіңмен диссертация жазу туралы таңдау жасап тұрсың. Біздегідей сені заставить етіп қойған жоқ 80 бет жазуға. Сен өзің таңдап тұрсың, Значит, сенде мотивация бар. Сен өз темаңды таңдайсың, соответственно, сен уже бөлек уровеньға өтесің. Жақсы, магистратураға өттік делік. Онда да таңдау бар. Онда да екі таңдау бар екен. Тот Masters деген бар. Яғни онда сен универде боласың, лекция тыңдайсың, сабақтар өтсесің, тест тапсырасың деген сияқты. Екінші таңдау Research Masters деген бар. Ол не? Онда сен магистратура басталғаннан бастап, яғни басынан бастап, сен диссертация жазасың. Сен ғылыммен айналысасың, зерттеулер жүргізесің. Мысалы, 2 жыл оқысаң, 2 жыл тек қана диссертация жазасың. Көріпсіздер ғой, достар. Бәрімізді SMM-шікті де, ядершікті де, мұғалімді де бір етікке тік қойып отқан жоқ. Каждый адамға әрбіріне бір таңдау беріп тұр. Қайда қозғалғың келеді, қалай жүргің келеді деген сияқты. Бұл жерден уже өздеріңіз белгілі бір итог жасай берулеріңізге болады. Осы салыстырулардан кейінгі мен өзімнің ойымды айтып кетейін. Біздің Қазақстанның системасында, универ системасында 3 үлкен проблема бар осыған қатысты. Бірінші проблема one size fits all деп атады. Өзімнің ағылшын тілі мұғалім екенін көрсетіп кетейін. Яғни бәрін бір етікке тығу. SMM-шікті де, ядершікті де, мұғалімді де, тағысын тағы. Яғни 80 беттік бәрі диссертация немесе дипломдық жұмыс жазу керек. Біткенде портфолиода ешкімде ештеңе жоқ, тек қана бір қағаздан басқа. Соответственно, ол еще 5 минуттан кейін ұмытып кетеді вообще зат тапсырған. Сондықтан жақсы бір проект жасаудың орнына біздерге, яғни осы 80 беттік жұмысты жасатқызып қояды. Екінші проблема біздер формаға көп көңіл бөлуіміз деп ойлаймын. Яғни оформленияға көп көңіл бөлеміз, нежели ішінде не бар, ол маңызды ма, ол бір өзгерістер алып келе ма, оған ешкім көңіл бөлмейді. Лишь бы сен антиплагиаттан өтуің керек, госстандартқа сәйкес болуың керек, пайдаланған әдебиеттерде осындай бірдеңелер болу керек деген сияқты. Как будто біздің бір системада фобия бар сияқты да, ойбайымда біреуден көз жүріп, бітті қырғын жойғын деген сияқты. Үшінші проблема жаңағы жұмыстардың өмірге дым қатысы жоқтығы. Яғни ертең мысалы магистрант немесе жаңағыдай бакалавр бітірген студент бітіріп, яғни
өз өміріне қатысты, өз жұмысына қатысты ешқандай да бір опыттың жинамауы. Мысалы, ол ертең барады работодательге, ол айтады жаңағыдай, сенен сұрамайды ғой, сен диплом қалай жаздың, диссертация қалай жаздың деп. Жақсы, дипломыңды сұрайды. Окей, келіп тұрсың. Ал сенде қандай опыт бар? Не бітірдің университетте деп сұраса, ода ештеңе болмайды. Яғни біздің жаңа Европа немесе Американың системасы осы жағдайды қарастырған деп ойлаймын. Ал енді көп сөйлемей қойын, видеоның соңына келе жаңа подписчиктің қойған сұрағына жауап бердім деп ойлаймын. Бірақ бір айтатын өзімнің кеңесім бар. Біздің системаны бұзуға тырыс деп айтқым келеді. Алдағы уақытта уже тапсыруға келгенде, оны қалай системаны бұзуға болады? Я саған белгілі бір тақырып береді, сен ол тақырыптан отказ соғуға тырыс. Эдвайзермен сөйлес, басқа да универда кісілермен сөйлесіп, өзіңе қатысты, болашақ жұмысыңа қатысты тақырыпты алуға тырыс. Мысалы, сен программист болсаң, менің темам осы универдің сайтын жақсарту деген сияқты тақырып па. SMM болсаң, яғни белгілі бір осы жердегі магазинді мен көтерем, соған қатысты 10 жол іздейм деген сияқты ма. Яғни өзіңе действительно бір реальный бизнесқа, реальный ертең портфолиоңа жазылатын нәрсе диссертация қылып, немесе дипломдық жұмыс қылуға тырыс. Әрине біраз проблемалар болады, әрине ұрысты естулерің мүмкін, бірақ кішкене осыған тырысып қарауыңа өзіңе болады. Осы сонда системаны бұзасың деп ойлаймын. Ал ең соңында подписчиктерге сұрақ, ал сіздің дипломдық жұмыс қандай болды, қандай тақырыпта болды, қалай жаздыңыз, қандай қиындықтар болды, соның бәрін комментарийға жазуға ұмытпаңыз. Бәрін оқимын, маған өте қызық. Ал енді традиция бойынша айтып кетейін, егер тікелей эфирде менімен сөйлескілеріңіз келсе, бізде Twitch бар, TikTok бар, соған өтіп тіркеліп кетулеріңізге болады. Ал енді стрим қашан басталады, жаңа видео қашан шығады десеңіздер, оның бәрі Телеграмда бізде публикациядан өтеді. Сондықтан барлық ссылкалар в описании, как обычно, өтіп, тоже сонда тіркелулеріңізге болады. Тағы да айтып кетейін достар, 1000 подписчикке біздер цель қойып отырық, соған жетуге көмектесіңіздер. 1000 подписчикке келсек монетизация ашылады. Монетизация ашылса жаңағыдай мотивация үлкейеді, новый видео жасауға, немесе видеолар жиі шығып тұрады деген сияқты ғой. Ал сіздердің көмектеріңізге мұқтажбын. Көп рахмет соңына шейін қарағандарыңызға. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.